қызу дайындықта. Нучон, қалайсың? Дайындық қалай? Нормально, бәрі. Қобалжу бар ма? Қобалжу бар әрине, енді маған сеніп отырған халықтың үмітін ақтау үшін бар. Демалыс күндерде бізде Сағыныштың туған күні болыпты. Сағыныш, құттықтаймын. Қаншаға толдың? 22 толдым. Нұрдәулет, қалайсыз? Дайындық қалай? Қобалжу бар ма? Қобалжу өте жоғары. Кәдімгідей бір үлкен бір сахнаға шығып жатқанда күнделікті жеріміз, бірақ сонда да қобалжу менде өте көп. Дайындығыңыз жақсы? Дайындық жақсы, просто мен ана қазақша 3 жыл оқығаннан кейін көп Ізбасар, сіз өткен маусымда тоже қатысыңыз, е? Жоқ, мен бұл андай, мен жаңадан қатысушы болып келгем, не өтіп кеткеннен кейін. Мен Қатысқан жоқсың. Дайындық қалай жалпы? Қобалжу бар ма? Менде ешқандай қобалжу жоқ, бірақ шыны керек неде болдым, Шымкентте болдым, ондай дайындық болатын ештеңе жоқ, тек андай реквизит дейтін нәрсе. Қыздардың образы өте ерекше, әсіресе Меруерттіңкі керемет. Арнайы бүгінгі эфирға. Осы керемет образ күшті. Кім алады деп ойлайсың Ханзаданы? Мен өзім Нучонға балет етіп жатырмын. Өйткені былтырғы мисс қосайықта маған жанкүйер болған жан Нучон болған. И взаимно және де Шерхан. Мөлдір, сен кімге жанкүйер боласың? Шерханға. Керемет. Арина, сіз? Даниярға. Плакаттан келіңіз, плакаттан көресіздер. Данияр ерекше дайындалуда. Данияр алады, по-любому Данияр. Маусымның басынан бері Ханзада боламын деп дайындалып жүр енді. Керемет, сұмдық. 3 ай дайындалып жүрсің, да? Керемет. Бұл сентябрьде бастап дайындалған ғой? Сол айтам. Біз ғой кеше. Маған Әселдің жауабы өте қызық болып тұр. Әсел, кімге жанкүйер боласың? Бүйтіп қойсаң? Сізге. Ханзада, Басарио. Біздің Нұрдәулет сыртта дайындалып жүр, қолында домбырасы бар. Ешкімге көрсетпей өзім тихая дайындалып жатырмын. Өзіме жеңіс, басқа жігіттерге сәттілік тілеймін. Қалай, қобалжу бар ма? Енді бәрі болады қобалжу. Маңдайға жазылғанын көреміз. Бірақ туға ниеттісің әрине. Номер 1 фанатым Айзабек. Өте күшті плакат істепті. Мына қарсыңдаршы, ё-мо, прям родинкаларыма дейін сүйема. Вообще Айза, лучшая, рахмет үлкен. Нифига не спали, не выспались. Хочется спать. Но сегодня у нас эфир начинается по 12:00. И мы будем с вами на Первом канале целых 6,5 часов. Это будет просто бомбический эфир. Где Еуразия бірінші арнасының қосуды ұмытпаңдар, өйткені 6,5 сағат бойы біз қосылар жобасы сіздермен бірге тікелей эфирде мерекелік шығарылымды өткізетін боламыз. Достар, сол үшін да көтеріңкі көңіл күймен, жақсы позитивпен эфирге бұйырса кездескенше. Бүгінгі осындай керемет көйлегім образ. Еуразия телеарнасында қосылайық басталады. Көріңіздер, қосылайық Ханзадасына барлығыңыз бірге дауыс беріңіздер. Полным ходом идет. Көреміз бүгінгі дайындығы көмектеседі. Күні болыпты, Сағыныш, құттықтаймын. Қаншаға толдың? 22 22 толдым. толдың. Не сыйлады саған жалпы? Қыздар ма? Ақшалай ғой барлығы. Оқырмандар қалдарыңыз қалай? Біз таңертеңнен апыр-топыр бәрімізде керемет дайындық. Менің бүгінгі образым өте ерекше болайын деп тұр. Және де эфирде ерекше болады. Бүгін қосылайық Ханзадасының бірінші күні бәрі шулап кетті ғой. Мінекей мына жақта бәрі ушу. Тима, сәттілік. Рахмет, қыздар. Бірінші орын. Бас жүлде. Нучон, мен айтпақшы, Нучонға балет етемін. Сенің фанаттарың көп екен мендеші. Дауыс береміз. Дауыс беру әлі ерте, бірақ Құдай қаласа. Сәт, қараңыздар, ерекше образ менде бүгін. Қараңыздар, аксессуарлардың өзі бір ерекше әсемдік беріп тұр. Және де бұл аксессуарлар Big Queen Алматыдан. Кемінің басында қараңыздар, осындай перемен. Іздеген болсаңыздар, ол жақта сәтті өтсін. Бізде бүгін эфир 2:30-да емес, сағат 12:00 басталады. Телеарнамыздың 25 жылдығына орай тұспа-тұс келіп қалған Жігіттер Сұлтаны байқауының бүгін бірінші кезеңі өтеді. 12-ден бастап 6:30-ға дейін жігіттеріміздің өнерін тамашалайтын боламыз. Бүгін өте қыздар. Бүгін сағат 12:00-де Қосылайық бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Өте қызықтар, өте көп болады.
Обязательно көріңіздер, хорошо? Бара жатырмыз. Қасымда Молечка, Лидиана. Бүгін өте сұлу болып тұрмыз, қыздардың бәрі. Будто мисс қосылайық қойып жатқандай.